Армысыздар, ардақты ағайын. Қадірлі күн, қадірлі көрермен. Коронавирусқа қарсы қазақстандық вакцинада қолданысқа енгізілді. Енді алдағы уақытта отандық екпентте сала бастауға болады. Казвак вакцинасы несімен ерекше және оның емдік әсері қандай? Елімізде вакцина салу жұмысы қалай жүруде, індетпен күресте вакцинаның әсері қандай? Осы және басқа да сауалдарға бүгін жауап іздейміз. Бізге қояр сауалдарыңыз немесе айтар пікірлеріңіз болса, экранда көрсетілген WhatsApp нөміріне жазыңыздар. Біз тікелей эфирдеміз, сіздердің хабарларыңызды міндетті түрде жариялаймыз. Сонымен бүгінгі тақырып өте маңызды. Біздің студиямызға қонақтар келіп отыр. Енді Жұмабек мырза, сіз дәстүрлі түрде бізге келіп хабарландырып отырасыз. Міндетті түрде көп рахмет сізге. Енді алғашқы сауал, жаңа Казвак туралы әңгімемізді бастадық. 26 сәуір күні халыққа Казвакты салу басталады деген ресми ақпарат тарады. Бұл бойынша президент те өзінің лебізін, пікірін білдірді. Үлкен жетістік екенін атап өтті. Енді қазіргі уақытта денсаулық сақтау басқармаларына жетті ме? Әлде бұл қазір вакциналар жаңағы біздің бірегей оператордың қорларында тұр ма? Қазір қай кезеңдесіз? Кеше енді өздеріңіз тікелей эфирде біздің жаңағы вице-министрдің өзінің хабарын көрдіңіздер. Олар бойынша мына біздің формацияның ол жалғыз Астанада емес, Ақтөбеде, Шымкентте, мына үлкен Алматыда үлкен орталықтандырылған дистрибьюторлық орталықтары бар. Соларға барып түседі. Соларда әрмен қарай мысалы мына батыс жақтағы елді мекендер Ақтөбеден алады, енді оңтүстіктегілер жаңа Шымкенттен деген сияқты әрмен қарай өзінің таралуын күтіп тұр. Как енді ол мына ғылыми орталықтың басшыларының, мына білім ғылым министрлігінің азаматтарының өткендегі берген уәдесіндегідей бірінші алғашқы 50.000 доза таратылып өңірлерге жеткізіліп жатыр. Алдағы дүйсенбіден бастап меніңше бастауға тиіс. 26-сынан бастап, Енді отандық вакцинаның шығуы әрине үлкен жетістік, бірақ коронавируспен күресте әсері қандай болмақ? Ол енді сіздерге айтайын, бұның басқа вакциналардан айырмашылығы, бұнда тұтас, сол вирустың тұтас денесі бар. Бірақ инактивированный дейді, ол қазақша өлтірілген. Біздің елімізде ауырған бірінші адамнан, өзіміздің ауырған адамдардан бөлініп арқылы ғана, солардың соны бөлініп арқылы ғана, соның құрылысына, құрамына зерттеу арқылы ғана дайындалған вакцина болып табылады. Бұның айырмашылығы да сол, бұның бүкіл вирустың тұтастай түрінде кіргендіктен, бұл барлық мутацияланған түрлеріне де барлығында да жауап беріледі. Оған барлық сегменттері қатысады. Тек қана мысалы орталық сегмент, болса бір жан-жағындағы чиптар дейміз ғой, ондағы біліп отырмыз, ол тұтас келгеннен кейін, тұтас енгеннен кейін, бұған қарсы адамда жақсы антитала жауап, жақсы өте барлық өзгерістеріне де жауап берілетіндей антиденелер пайда болады. Әсері 98% дедік өткенде, спутник виден жоғары дедік. Екінші кезең бойынша 98 кезең, мына үшінші кезеңнің енді есебін алдағы уақытта беретін болады. Жариялайды ғой. Енді тағы мынандай сауал, алғашқы партия 50.000 доза деп айтылды, бірінші партиясы. Одан кейін енді ол қарқынды түрде үлкейеді, көбейеді, ары қарай өндіріледі. Осы орайда 50.000 деген екіге бөлсек, жаңағы бірінші кезеңі бар, екінші кезеңі 25.000 адамға салынады ғой енді бұйырса. Жалпы отандық вакцинаның шығуы, себебі бүкіл әлемде қазір вакцинаға деген сондай сұраныс өте күшті, кейбір елдер мүлдем күтіп отыр, өздері вакцинасы жоқ елдер, сатып аламыз, ақшамыз мінекей дайын, бірақ вакцина қайда деп отырған елдер аз емес. Осы орайда біздің вакцинаның осылай ойлап табылуы, оның толық тіркеліп, айналымға енгізілуі бізге осы ковидпен күресте бір стратегиялық сондай ұлттық қауіпсіздігіміз үшін қандай әсері бар? Соны айта кетіңізші. Ол енді өзіңіз анықтап отқандай, дүние жүзінде мына вакцинаны өндіріп отқан бір 10 шақты ғана мемлекет. Соның арасында енді 14-ші болып біздің осы жаңағы Казвак вакцинасы тіркелген болатын. Ол біздің әрине бұлай осы дүниедегі төтенше жағдай дейміз енді. Өйткені пандемия деген бірінші рет болып отыр. Соңғы жылдары және түсініксіз ауру. Осы ауруға қалса, оның қоздырғышын тез уақытта анықтап, оған қарсы вакцина дайындап, өзіміздің ғылыми жетістігімізді және оған халықты содан қорғай алатынымыздың кепілі.
мен сөйде бередім. Бұл вакцина қолданысқа енгеннен кейін вакцина салу қарқыны күшейе түсе ме? Әрине, ол біріншіден біз қазір бір басқа елдерге тәуелді болып отырық. Оны жастырмау керек. Вакцинаның саудасы қазір дүние жүзіндегі ең қызып тұрған сауда нөмір бірінші. Нефті емес, басқа емес, ол мына вакцина. Білесіз, жұрттың бәрі, өйткені барлық жалғыз өмір деген қазір тоқтап қалды деуге болады. Өмір тоқтап қалды деген сөз, өндірісте тоқтап қалды деген, экономика тоқтап қалды. Халықтың тұрмыстық жағдайы қазір төмендеу үстінде, жалпы бізде емес, жалпы дүние жүзінде. Сондықтан бірден бір қалыпты өмірімізге келу, ол мына тездетіп ауруды ауыздықтау, тоқтату. Оның таралуына шек қою, жалпы мына вирустың айналыстағы шеңберін қию. Сол жетістікке жететін бірде бір эффекті беретін ол вакцина. Болмаса егу дейміз. Сондықтан да біз қазір қаруландық деуге болады. Өзіміздің отандық, сапалы және бүкіл дүниежүзілік қауымдастық алдында жауап бере алатын, дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының тәртібіне, солардың қойылған талаптарына, жаңа ауруға қарсы антиденелерді жауап бере алатындай, сол талаптардың бәріне жауап бере алатындай вакцина таптық. Және шығарып жатыр. Өте жақсы. Енді бізбен қазір скайпта біздің тағы бір сарапшымыз, ғылым комитетіне қарасты биологиялық қауіпсіздік проблемаларының ғылыми зерттеу институтының бас ғалым хатшысы Қайролла Біләлұлы. Егер дайын болса, біздің әріптестеріміз скайпқа қосса. Қайырлы күн. Қайырлы күн. Енді вакцинаның шығуымен сіздерді құттықтаймыз. Бұл енді біздің ғалымдардың үлкен жетістігі. Осындай сын сағатта халықтың керегіне жарап, өздеріңіздің еңбектеріңізбен бүкіл әлемді таң қалдырып отырсыздар десек артық айтқандық емес шығар. Алғыс айтамыз. Енді бірінші сауал, қазақстандық вакцинаның сапасы қандай? Себебі сапасына байланысты халықтың арасында әртүрлі пікірлер болады. Бұл енді тек қана қазақстандық вакцина емес, бүкіл әлемдегі бар вакциналарға. Құлағымыз сізде. Әрине, енді мына қазіргі қиын пандемиялық жағдайда вакцинаны егу негізгі күрестегі ең алғашқы негізгі жол деп айтуға болады. Бұл вакцина оңаймен қолға жеткізген нәтиже болған жоқ, бірталай тер төгіліп, күндіз-түні жұмыс істеп ғалымдарымыз. Институтымыздың озық нәтижелерінің негізінде осы вакцинаның технологиясына қол жеткізілді. Бұл вакцина негізі жаңа алдымызда жауап берген тұлғамыз айтқанындай инактивтелінген вакцина препараттар қатарына жатады. Негізгі құрамындағы вирустың қоздырушысы, оны инактивант қосып, сол арқылы оның зардаптылық қасиеті өлтіріледі, оған мынау организмге ағзаға енгізгенде қосымша күш әлеует беретін адъювант деген қосалқы зат қосылады. Сапасы жағына келсек, енді кез келген вакциналық препаратты өндіріске қолданысқа берудің алдында клиникаларға дейінгі, одан кейін клиникалық тексерулер жүргізіледі. Енді біздің вакцинаның осы аталған вакцина Казковитин инактивтелген вакцинасы бірінші клиникаға дейінгі зертханалық жануарларға тексерілді. Ақ тышқандар, ат жалмаңдар, ең ақырында маймылдарға салынып, солардан зардапсыздығы дәлелденгеннен кейін адамдарға бірінші кезеңде, екінші кезеңде, үшінші кезеңде клиникалық зерттеулер жүргізілді. Алғашында 42 адам алынса, одан кейін екінші кезеңде 200-ге жуық, одан кейін 3.000 адамға тексеріліп, соның оң нәтижесін алғаннан кейін барып қолданысқа ұсынылды. Ол адамдардың бәрінің денсаулығы жақсы ғой? Жақсы, жаман емес. Осы уақытқа шейін ешқандай бір жағымсыз әсерлер алынған емес. Вакцинаны жасап шығару және өндіру ісінің қалай жүргенін айтып берсеңіз. Енді жаңағы өз сөзімді айтып кеттім ғой, негізі ауру адамнан бөлінген биологиялық материалдан біз қоздырушыны жасуша өсімде өсіріп барып, одан кейін жаңағы оның зардаптылығын, уыттылығын инактивантпен қосып, өлтіріп, содан кейін барып адъювант қосу арқылы дайындалған препарат. Бұл біраз жылғы институттың ұзақ жылғы өзінің зерттеулерінің нәтижелерінің негізінде алынған озық әдіс. Технология саласында көп қолданылатын әдістердің бірі. Енді отандық вакцинаның қандай артықшылықтары бар? Енді нарыққа қарайтын болсақ, әр елдің вакцинасы өзінің бір ерекше қасиеттерімен көзге түседі.
Қазақстандық вакцинаның басым жағы неде? Енді жаңа айтып отырмын ғой, енді ең бастысы адам ағзасына зардапсыз. Және де кейбір деректермен салыстырғанда кейбір мынау салыстырмалы вакциналармен алғанда оның иммуногенділігі жоғары болып есептеліп отыр. Сапасы көңілден шығатындықтан сосын біз қолданысқа беріп отырмыз. Бұл вакцинаны да 2 рет салу керек, иә? Солай емес па? Иә, әрине. 21 күнмен. Арасы қанша? Бірінші салынғаннан кейін иммунитет вирусқа қарсы антиденелердің мөлшері аз болады да, егер үстемелеп екінші рет 21 күннен кейін еккеннен кейін барып, халықта қажетті антиденелер пайда болып, иммунитет пайда болады. Ал вакцинаны тасымалдау мен қолдануда өзінің бір белгілі талаптары бар ма? Әрине бар. Енді бұл жаңа біз айтқан инактивтелген препараттар қатарына жататын болғаннан кейін біздің қазақстандық өніміміз қолданылуы да, тасымалдануы да былай ыңғайлы. Температураға байланысты талаптар. Температуралық режимі 2-8 градус арасында кез келген жер қазіргі тұрмыстық тоңазытқышта ұсталатын температура бар. Осы жағдайда біз тасымалдап қолданысқа сақтауға болады. Басқа шетелдік вакциналардың өзгешелігі осында деп. Енді спутник виді алып қарайтын болсақ, онда оның температурасы төмен болу керек одан. Және ол үшін арнайы сондай тоңазытқыш қажет. Ал Казвакта ондай талап қажет емес. Демек, оны ауылдық жерлерге, алыс жерлерге тасымалдауда үлкен бір сондай жеңілдік бар. Солай ғой. Біз мақтанышпен айтып отырмыз ғой, отандық вакцинамыз бар деп, өндірген 10 елдің қатарында бармыз деп, президент ерекше атап өтті қызметтеріңізді. Енді алдағы уақытта қандай көлемде өндіру жоспарланған? Енді мынау технологиясы жаңа қалыптасқан, айттым ғой, біздің осы нәтижелердің негізінде жасалғандықтан, бара-бара оның өндіріске шығаратын көлемі де ұлғая береді. Өйткені біз оған қолданатын биологиялық материалдың көлемі де ұлғайғансын, вакцинаның да өндіріске ұсынатын көлемі ұлғаяды. Алғансын ұлғайып отырады. Жоспар қандай? Жоспарымыз енді Қазақстан елін толық қамтамасыз ету. Енді мынандай сауал, халықтың арасында көп айтылатын бір кішкене томпақтау сауал десек болады. Ресейдің немесе басқа елдердің вакциналары сапалырақ шығар. Себебі оларда ғылым, жалпы осы бағыт күшті дамыған дейді, мысалы ақш-та айтады, Ресейде айтады. Бұл пікірлерге сіз не дейсіз? Біздің вакцина шығаруға деген мысалы енді мүмкіндігіміз бар ме еді деген сияқты халықтың арасында, бұқараның арасында сондай пікір бар. Дегенмен отардың өзі, Жамбыл облысындағы үлкен орталықтың өзінің ғылыми әлеуетін көпшілік біле бермейді. Осындай пікірден туындап жатқан шығар. Сіз не дейсіз? Иә, әрине, бұл жерде енді әр мемлекеттің ғылымын салып, ерекшелеп біреуі артық, біреуі алда деп, біреуі артта деп айтуға да дұрыс емес шығар. Әр ғылыми зерттеу орталықтарының өздерінің қалыптасқан дәстүрлері бар, жеткен жетістіктері бар. Жаңа өзіңіз айтқандай, енді бұл биологиялық қауіпсіздік проблеманың ғылыми зерттеу институты елден алыша, Қордай ауданына қарасы Жамбыл облысында. Елге көрінбейтін жерден болу керек, елдің арасында бұндай жаңағы мәліметтер бізде осындай ғалымдар, ғылыми орталықтар бар ма еді деп. Дегенмен жаңа айтып отырмын ғой, біздің әзірлемеміз, технологиямыз еш елден кем емес. Кейбір тұстарында артықшылығы да бар. Сондықтан ондай мәліметтерге біз қосыла қоймаймыз. Иә, енді бұл орталық кеңестік кезден бар, 60 жылдан астам тарихы бар, сондықтан бұны біле жүру керек деп айтқымыз келеді көрермендерге. Талай-талай ауруларға, үлкен-үлкен сондай індетті ауруларға дәрі ойлап табылған орталық. Сондықтан сіздерге табыс тілейміз. Алдағы уақытта осы Казвактың пайдасын бүкіл халық көріп, осы аурудан, осы індеттен аман-есен шығып кетеміз деген ниетіміз бар. Рахмет сізге. Көп рахмет. Иә, табыс тілейміз жұмыстарыңызға. Қазір бізде шағын жарнама, арнамыздан алыстамаңыздар. Хабарымызды жалғастырамыз. Еліміздің бас қаласында эпидемиологиялық жағдайы күрделі, оның объективті себептері де бар. Айдарбек мырза, сіздердің ауруханаларыңызда жағдай қалай? Ковидпен ауырғандарды қалай емдеп жатсыздар?
Қазіргі таңда біздің ауруханада бүгінгі таңға 289 науқас жатыр. Оның ішінде 17-сі жаңағы жансақтау бөлімінде. Енді айта кететін зат, жанға қатты бататын да зат, қазіргі осы жылғы түсіп жатқан науқастардың бәрі өте ауыр халде түсіп жатыр. Өте ауыр халде. Бәріне оттегі қажет етеді. Мына түсіп жатқан науқастардың 90-95%-ы оттегі қажет етеді. Былтырғыдан да қиын ба? Былтырғыдан да ауыр халде түсіп жатыр. Басқа штамм ба сонда? Ол енді штамның түріне байланысты деп ойлаймыз біздерді. Сондай жағдай қазір. Сосын әлеуметтік желіде мынандай бір ақпарат таратылды. Осы британдық штамм дейді, оңтүстік африкалық штамм. Бұрынғы ковид, мысалы, былтырғы адам әлсіреп, кәдімгідей ауырсынуды сезініп, барлық белгілері көрінетін еді. Ал қазіргі ковид бірден өкпеге кетеді екен да, жаңағы белгілер онша қатты білінбейді екен деген. Сол рас па, әлде сіздердің бақылауларыңызда неліктен бұл сондай болып ковидтің белгілері жаңағы айтады ғой, тез дамиды бұл. Адам сенгісіз, әр организм әртүрлі қабылдайды ғой. Мысалға, жаңа қант диабетімен ауыратын адамдарда, қант диабетін тез дамиды. Кейбір адамдар бар, 3 күнде келеді, но неге түседі? Жансақтау бөліміне түседі. Кейбір адамдар бар, 15 күн, 20 күн үйінде емделеді. Мысалы, 21-ші күні келеді, бөлімшеге түседі. Бұл дамуында стандарт дейді ғой, тұрақты клиникалық көрініс жоқ. Әркімде әртүрлі. Ол енді әркімнің созылмалы ауруларына да байланысты шығар, әркімнің денсаулығының жаңағы қорғаныштық қасиет дейді ғой, иммунитетке де байланысты шығар. Бұл ауруды сөзбен айтып жеткізу мүмкін емес. Қазіргі негізгі бірнеше симптомдарын айтып бере аласыз ба? Ортақ. Негізгі қазіргі симптомдары бұл кәдімгі тұмау ұқсап басталады. Мысалы, температурасы болады. Температурасы тұрақты түрде болады. Ентікпе пайда болады. Ауа жетпеу. Адамдар дәрігерге қай кезде хабарласады? Ентікпе пайда болады, ауа жетпеу пайда болады, қорқыныш пайда болады. Сол кезде бар хабарласады. Былтырғымен бірақ салыстырғанда, қазір емханаларға ертерек хабарласу фактілері жақсы тіркелуде, ертерек. Былтыр сенімсіздік те болды алғашқы кезде. Ойдан шығарылған ауру деп танысы. Өздері емделді үйінен әртүрлі жағдайлармен. Биыл емханалардың өзі күндізіне жұмыс жасап жатыр. Ауруханалар күндізіне жұмыс жасап жатыр. Отандық вакцина шықты қазір, оның көмегі зор болатын шығар. Енді бәріміздің үмітіміз вакцина ғой. Оны егер тереңірек ойлап қараса адам баласы, ертеректе мысалы кор, дифтерия деген, полиомиелит дейді, мысалы сондай инфекциялық аурулар мысалы көп болды. Оларды біздер қалай тоқтаттық? Бірақ сол вакцинамен тоқтаттық. Соны халықтың арасында терең түсіністікпен қарау керек. Біздерде әркім әртүрлі әр жағдай, жаңағы алып қашпа сөздер, алып қашпа жаңағы әлеуметтік желілерде әртүрлі заттар жүреді. Түп мәнісінде бұны ауыздықтайтын тек бірақ вакцина. Вакцина и арақашық сақтап, жаңағы санитарлық, гигиеналық шараларды қолдану болды басқа. Қазбақ бірінші кезекте кімдерге салынады? Халыққа ма бірден? Бірінші кезекте енді жоспарлы түрде жаңағы алғашқы звено дейді ғой, алғашқы неде тұрғандар дәрігерлерге. Дәрігерлерді спутник вимен егіп болған жоқпыз әлі? Біздерде, мысалы, мен өзім ауруханам бойынша қазіргі таңда 85%-те егілді жаңағы қызметкерлеріміз. Қалған 15%-ін осы вакцинаны қабылдайды? 15%-і олар енді егіледі, олар жедел аурулар, медициналық кейінге шегерілулер болған жағдайлар, қарама-қарсы көрсеткіштер болған. Кейінірек егілетіндер бар басқа. Енді осы жерде мынандай бір мәліметке кезек берсек, отандық вакцинаның өндірісі кезең-кезеңімен айына 500-600 мың дозаға дейін ұлғаймақ.
отандық вакцина дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының тізіміне енгізілді. Енді осы орайда осы тізімге енгізілу деген бұл бүкіл әлемде мойындалды. Ол демек барлық вакциналармен тең дәрежеде болады деген сөз. Осы орайда біздің енді мына тараптағы қонақтарымызға да сөз кезегін берсек, Оралбай Сату ағамыз келіп отыр. Қош келдіңіз дейміз. Сіз енді қоғамдық белсенді, осы медицина саласында ұзақ жылдар қызмет еткен азамат ретінде, осы қазақстандық вакцинаның шығуына қандай баға бересіз? Жалпы өзіңіз вакцина алдыңыз ба? Аласыз ба? Баға беру үшін әуелі көру керек қой. Жаңа енді 3000 адамға салынды, барлық фазасынан өтті деп айтылып жатыр. Енді мынау қазір халық арасында мен өзім зейнетте болғаннан кейін ел арасында жүрем. Негізінде біздерде мына вакцинаға қазақстандық болсын, ол ана Қытайдікі болсын, Россиянікі болсын, халықтың сенбеу әуелден бір қалыптасқан сенбеуі бар. Оған бірінші ғаламтор. Ананың ішінде жазбайтын жоқ. Зам министр өліп қалыпты. Пәленше жерден пәленше вакцина салған кезде құлап қалыпты. Біреудің баласы бірдеңе болып қалыпты. Сондай неше ондайлар көп. Енді мен халық арасын жүргеннен байқағаным, кісілер сенетін нәрсеге қазір сенбейді, сенбейтін нәрсеге сенеді. Мен енді міндетім түсіндіріп айту болғаннан кейін айналдырам, көршілерге бәрін айтам. Бұл вакцинаны өмір бойы салдырып жатырмыз. Холера, чума, барлықтарын оны жеңдік. Енді бұл да сондай, бірақ мынау қазір дүниежүзілік соғыс болып жатыр вакцинамен. Соның әсерінен олар тұтқиыл шабуыл жасады, сасып қалды. Бір жыл бұрын өте өлім көп болды. Адамдардың арасында жаңағыдай ажиотаж дейді ғой. Енді қазіргі кезде мынау біздің өзіміздің вакцинамыз шығып жатқаны өте қуанышты нәрсе. Себебі Россиядан спутникті сатып алып тұрды да. Сосын өткенде Россияның бір хабарынан тыңдадым. Біздер тек қана бұны нашар елдерге әншейін беруіміз мүмкін, но қалғандарына бағасын көтереміз. Ауру көбейген сайын оларда уже бизнес болып қымбаттай береді деген әңгіме ғой. Енді мынада мен өзім вакцинаға кеше бардық, анализін, қанды барлығын тапсырып, енді сосын менен көбіне туыстарым, достар сұрайды, алайын ба, алмайын ба деп. Көбі жаңағы кері алғысы келмейді. Оны мүмкін диверсия болуы мүмкін. Ол диверсия дегені ана вакцина деп өткенде естіген шығарсыңдар, собачий вакцина дейді ма, салып, әлде свиной деді ма, соны алып тұрып, пәленбай адамға шетелде салып, сол өліп қалды деп жаңа. Сондай адамдар содан қорқады. Енді оны сен неге қорқасың деп оларға тиісуге болмайды, түсіндіріп айтуға тырысасың. Осындай болсын. Бірақ енді қазір жаңа айттым ғой, есектің сүті менен дейді, сосын алғы түйенің зәрі менен дейді, оны 5 уақыт намаз менен дейміз, бүйтеміз. Ондай жаңағыдай көп адамдардың арасында шығып жатқан әңгімелер. Соған сенеді көбі. Енді сіздер өздеріңіз білесін, асыл діліміз келді, өзіміздің ата дініміз келді деп, көбі қазір ғылымды ісіріп қойып, орнына сол дінге қарай кетіп жатыр. Мен маған пәленше молда көзімді бақырайтып қойып, мынандай қасында отырған сақал шошайып, алғы имам бедеп айтып отыр. Салдырмаңдар, салдырмаңдар. Ол деген құртатын нәрсе. Ол деген ертең сенің балаларыңа әсер етеді. Сенің өзің тірі қалуың мүмкін, бірақ балаңа кетеді деп. Сондайларды естіп отырып, халықтың арасында отырғаннан кейін қарсыласып ерісіп отыра алмайсың. Но адам енді жасымыз 75-ке келгеннен кейін давлением көтеріліп жаңағындайды. Сондықтан медицина қызметкерлері жұмыс істеп жүрген көбірек пропаганда болу керек. Біз не үшін істеп жатырмыз, оны қалай? Көбі былай түсінеді. Оны вакцина дейтін өлген жаңағы вакцинаны салады дегенде керісіне чип жасайды. Сен не істеп, не қойғаныңды біліп отырады. Сенің балаларың енді жаңағыдай импотент болып қалады. Неше түрлі сондай жағдайлар, соның бәрін естіп жүрміз. Енді вакцинаға жаңа айттым, Алла қаласа өзім салдырғым келеді. Енді противопоказание тауып алу мүмкін, давление бар. Давлениең келмейді деп, соны тағы да енді былай
басқа Сондай нәрсе болмаса бүгін ақ салдыруға дайынмын дейсіз ғой, иә ондайдан Оралбай аға, сосын кейін мынандайлар бар. Вакцинаны салмаймын, әлі асықпаймын. Бірінші салғандарды бақылайын, көрейін, олардың жағдайы қалай болады. Сосын бірақ салам дейтіндер. Енді жаңа айтып отыр, өте ауыр түрде өтеді деп та. Ал 2-3 күн үйінде жүріп тұрып өлуге баратындар бар. Мен өзімнің досымның әйелі үйде емделіп жатып, скорый алып кеткен, таңертең хабар келді, қайтыс болып кетті. Енді ол жағынан өте қиын. Бұны мысалы бүйту керек, сөйту керек деп айтып жататын ақыл-ойлар көп. Ертерек қамдану керек дейсіз ғой, иә? Өзі әркім, мысалы автобустың ішінде былай отырады. Кимейді. Мұрын, негізі 80% мұрын арқылы заряд. Мен лор-врачпын. Мұрыннан кіріп, содан арқылы өкпеге қатады. Соны мұрында ашып қойып, отырған қазір мен мысалы үстінде пенжагым бар, төмен жағымда шалбарым жоқ дегенмен бірдей. Кидің ба, кимедің ба, оның ешқандай әсер жоқ дейсіз ғой. Сондықтан қорғана білу керек. Әр адам өзінің семьясын, өзінің достарын, ата-анасын қорғаймын десе, үкіметтің жаңа айтылған маска кию керек пе, кию керек. Енді ол туралы да маска туралы 90 сөз айтылып жатыр да. Іші құрттап кеткен екен дейді, неше түрлі. Иә, осы жерде талқыладық Жұмабек мырза. Енді оны халыққа қалай әсер ету, менің өзімнің ойымша, негізінде біздер ғылымнан алшақтап кетті. Иә, енді Оралбай мырза, қазір енді студиямыздағы тағы бір қонағымызға сөз кезегін берсек. Былтырғы жылдың 1 тамызынан барлығы ауырғандар 52.255, 764 өлім жағдайы тіркелген, ал жазылып шыққандардың саны 50.993-ке жетті деген ақпарат бар. Бақытгүл ханым, ковидтің кейінгі штамдары сырттай белгілері білінбей-ақ бірден өкпеге түсіп кетіп, адам ағзасына едәуір зақым келтіреді деп айтылып жүр. Осы жөнінде сіз не дейсіз? Әрине, олай енді мысалы егер ол қауіпті болмаса, осынша пандемия болар ма еді бірінші кезектегі қоздырғыш. Одан кейінгі қазір штамдары оңтүстік Африка және Британ штамдары келген, олар енді одан да қауіптірек, күштірек, әрине оларда ағза, оларда сондай недер қабілеттері бар, сондықтан тем более ол бірінші коронавирустың өзі қаншама елді, қаншама бүкіл әлемді осынша пандемияға түсірген кезде, оның вирусы өте контагиозды дейді, андай жабысқақ келеді, тез жабысқалады қай жерде болса да. И сосын ол тез кете қоймайды ағзадан. Сосын вирулентті дейді, мысалы улы, өте жыландар сияқты біреу шақса өледі, біреу шақса өлмейді. Сол сияқты қаншама вирустар, қаншама қоздырғыштарымыз бар. Соның ішінде осы пандемия көтеріп болдырып жатыр, өте қауіпті деуге болады. Және бұның осындай басқа штамдары одан да қиын. Енді бізде де тіркеліп жатыр Қазақстанда уже сол штамдары. Және олар симптомсыз келуде мүмкін. Өйткені оның алдындағы да симптомсыз кездері болған жағдайлары. Сондықтан бұл жағдайда да симптомсыз келуі мүмкін. Енді сонымен де қауіпті симптомсыз келген. Сіз енді дәрігер ретінде біраз адамдармен пікірлесесіз, көресіз. Енді жалпы сіз қандай пікірдесіз? Менің байқауымша біздің халық кішкене қазір осы ковидтен қорқуы азайған сияқты. Енді қорқа адамда шаршайды ғой кейде енді өлсек өлерміз деген сияқты, сондай бір психология ауырсақ ауырармыз деген. Осы нәрсе қауіпті емес па біз үшін? Мысалы вакцина бар, бірақ оны да күте тұрайық, қарайық, мүмкін уақыты келгенде келесі айда жазда салдырармыз деген сияқты психология. Мүмкіншілігінше тез алған дұрыс, тез алу керек. Және адамдар кейбіреулер ойлайды, үйде отырмыз ғой, басқа неме болған кезде, офлайнға шыққан кезде басқа, сол кезде алармыз дейтіндер де бар. Бірақ негізінде қазір алса, бүкіл бізге коллективтік иммунитет керек. Бүкіл қоғамдық иммунитет керек. Мысалы, ғалымдардың айтуы бойынша 50-60% қоғамдық иммунитет болса, онда енді бірталай врачтар жұмыс істеп, адамдар жазылады деуге болады. Ал қазір, мысалы, қоғамдық иммунитет болу үшін 50-60% жасау керек. Алдымызда Израиль 4 миллион адамдарына жасаған, бізде әлі енді бірінші миллионға енді жетейін деп отыр. Бірінші кезегі 800 мың деген. Бірінші кезегі 800 мың болып қалса, екінші кезегінде 100 мыңдай болды. Екінші кезеңдері әлі де қалыптасып жатыр. Сондықтан енді
енді соңы арты жақсы болады деп ойлаймыз. Міндетті түрде алу керек. Мен алмаймын деген адамдарға кейде ойланам, қалай сен бір вакцина өлтірілген, бір вакцинасы бар, нені алмайсың, маңайымызда жетіп жатыр ғой сол аурулар, мысалы, қай жерде де жұқтырып алуға болады. Олар мыңдап кіреді, мысалы, миллиондап кіреді, және олар уақыт сайын тез көбейіп отыратын нелер. Зиянды, тез көбейеді. Сондықтан тез алып, өзінде сақтап, өзінің жауапкершілігі де болу керек, қоғамның алдында да жауапкершілік болу керек, өйткені қоғамның ортасында жүрген барлығы бір адам деп есептеуге болады. Жақсы. Қазыбақ вакцинасын жеткізу әдістері күрделі тоңазытқыш қондырғыларын талап етпейді. Олар +2 8 градус температурада тасымалданады. Осы жайт оның алыс ауылдық жерлерде қолданылуын жеңілдетері сөзсіз ғой. Сіздер не ойлайсыздар? Әрине. Ол енді мынау алдында ғана жасап отқан спутниковый вакцинасы -18 және одан да төмен температурада сақталу керек. Ол өзі бір қиындықтар туғызады, өйткені ол міндетті түрде ол аса күрделі жағдайда жай ғана холодильникте сақтауларды мүмкін емес. Енді мысалы аудандық морозильник дейміз ғой. Денсаулық сақтау басқармалары. Сондай арнайы дайындалған морозильниктерде сақталады. Ол енді көбінесе облыс орталықтарында, аудан орталықтарында. Әрі қарай ауылдарда жоқ ондай жағдай. Оларға бәрінде бола бермейді ғой. Бірақ оларға апаратында бізде Техника алу керек. термоконтейнер дегендер бар. Ол осы арнайы температурамен уақытқа есептелген, мысалға барып жасап үлгереді. Енді ол адамдарды алдын ала дайындауға байланысты. Қанша адам дайын, сол адамдарға барып бір мезгілде барып жасап кетеді. Енді бізге WhatsApp-қа біраз сауалдар келген екен халықтан. Соған кезек берсек, Ақбөпе, инсульт болған адамдарға, оның ішінде гипертониясы бар адамға вакцина салуға бола ма дейді. Жалпы инсульт болған адамдарға вакцина алуға бола ма? Болады бәріне де. Бірақ енді ол өзінің дәрігерімен ақылдасып, оның қандай жағдайда. Басқа да жаңағы созылмалы аурулар бар. Олар енді жаңағы стадия обострения дейді ғой, ондай да болмау керек. Ремиссия. Бір баяулаған кезде ғана жаңағы аурулар сол кезде болады. Бүкіл жаңағы ең көп таралғаны өзің айтып отқан дұрыс, қан жүрек тамыр аурулары ғой енді. Осы адамдарға дейін де болады. Бірақ енді дәрігермен міндетті түрде көрініп, жағдайын анықтау керек. Осы тұрғыда халықтың сұрағы көп. Анамның жасы 57-де, артық кистасы бар, қант диабеті бар, қан қысымы 200 дейді. Вакцина алуға бола ма дейді. Мен сіздерге ондай сұрақтар бола бермес үшін болмайтын заттарды айтайын. Болмайтын заттар міне 18-ге бала толу керек, адам толу керек. Өйткені ол жастағыларға мына клиникалық тексерулер жүргізілмеген. Сосын мынау емізулі баласы бар, немесе екі қабат әйелдерге болмайды. Өйткені бұл категориялы адамдарға да тексеру клиникалық жүргізілмеген. Болмаса, мынау өсігіні, жаңағы созылмалы ауру, болмаса жіті аурулармен өсігіні ауырып тұрған. Соның бір өсігінге обострение болып тұрған, температуралары көтеріліп тұрған адамдар. Сондай адамдарға болмайды. Сосын мына әсіре аллергия дейді ғой, гипераллергия. Сондай бар. Вакцинаға. Вакцинаның құрамында жаңа айттық қой, заттар бар, жаңа несін эффектісін көтеру үшін қосылған заттар бар. Сол заттарға аллергиясы болуы сондай адамдарға жасалмайды. Болмаса жаңағы жалпы өзінің адамның жаңағы кейбір заттарға әсіре сезімталдығы. Сондай бар адамдарға ғана жасалады. Жалпы кез келген адам. 6 категориялы адамдар. Қалғандарының бары жаңа жүрек қан тамырлары ауру болсын, сахарна, жаңа қант диабеті болсын, басқа да аурулар болсын, жаңағы енді бөтеке аурулары да оңай дүние емес, өйткені осы қан арқылы өтеген бауыр аурулары да барлар бар. Осылардың барлығына да дәрігердің кеңесімен жағдайын анықтағаннан кейін вакцина салуға мүмкіндік бар. Жалпы кез келген адам дәрігермен кеңесіп алып барып салдырса артық жоқ қой. Дәрігердің кеңесінсіз бірде бір адам вакцина салуға жіберілмейді. Жаңа Оралбай ағамыз айтып отыр ғой, ел арасында небір қаңқу сөздер бар деп. Қазір түрлі ақпарат тарап жатыр, вакцина салдырсақ дені сау ұрпақ дүниеге әкеле аламыз ба деп сұрақ қойыпты сізге. Ол сізге дәрігерлерде жауап берсем, ем деп атқан. Ондай тұжырымдама жоқ. Енді осы жерде бір мынандай бір ойды айтқымыз келеді. Мысалы үшін таяқтың екі ұшы бар дейді ғой енді қазақта. Бұл жерде енді таяқ емес, бір мысал ретінде айтсақ, мына жақта ковид тұр, мына жақта вакцина. Ковидтің адамға егер жұғып ауыратын болса, оның келтіретін зарары өте жоғары. Міне дұрыс айтасыз. Бір.
Енді адамның амалы не? Екінші вакцина салдыру. Оның да мүмкін, бірақ оның жаңағы ковидтің зияны сияқты 100% зияны бар деп айта алмаймыз. Кейбір кейбір кемшіліктері немесе бір адамға ағзасына әсері болуы мүмкін. Иә. Рас қой, жаңағы аллергия дедік, басқа дедік. Бірақ енді қараңыз, вакцина салдырмай жаңағы ковидтен көрген зарар, егер ол жұғып құдай сақтасын адам ауруханаға түсіп жататын болса, пост ковидтан кейінгі синдром деген бар. Жалпы ковидтан келетін зиян ең қауіптісі сол. Мысалы, жаңағы бала туамай қалу, басқа нәрселер, ол жаңағы сол ковидтің өзінен ақ көп болады. Ауырған адамдарда жиі кездесіп отыр. Ауырған адамдарда көбінесе мысалы жаңағы жүрек ауруы, мидың жұмысының баяулауы, бүкіл мына аяқ қолдың ауруы, буын аурулары бәрі жаңағы ковидтен келеді. Керісінше оның орнына вакцинаны салдырып, ковидпен ауырмай, аман қалу одан гөрі көп тиімдірек. Вакцинаның бірнеше түрлері, жасау түрлері бар ғой, технологиялары. Ол тірі вакциналармен жасайтындар бар, өлі вакциналармен жасайтындар бар, одан кейін фрагменттермен жасайтындар бар. Қазір міне матричный рынка дейді, ол сол рынкасын ғана алып, сонымен ғана жасайтындар бар. Енді соған қарағанда біз осы уақытқа дейін қаншама вакцинаны өткіздік басымыздан. Тірі вакциналар салынған нелерді өткіздік. Енді кездер болды. Сол кездерде процент, где-то 2-3%-ке теріс әсер беруі мүмкін кезіндегі тірі нелер. Ал қазір енді өлі вакциналар әрине өте жеңіл түрде өтеді. Мысалы, реакция организмі. 2-3 күн ыстығы көтерілу ол деген қалыпты нәрсе. Бірінші күні ыстығы көтеріліп, сосын екінші күні уже басылып қалады. Өйткені ол өзі өте аз мөлшерде, өзі өлтірілген. Содан кейін сондай әсерлері мысалы, сондай әсері азырақ болу үшін де салып жатыр ғой. Сосын салған жері кішкене қызару мүмкін, біраз ісіну мүмкін, ол бірінші күні, екі күн ғана болады. Ал егер мысалы ковидпен ауыратын болса, ол қаншама вакцина оның ішіне кіретті, енді оның әсері әрине күшті адамда. Енді бізге тағы WhatsApp-қа мынандай сұрақ келіп отыр екен. Мұғалімдер келесі оқу жылының алдында медициналық тіркеуден өту керек, соған орай екпе алу міндеттеле ме дейді мұғалімдер. Енді мұғалімдер балалармен, адамдармен жұмыс істейді, ата-аналармен. Осындай топтарға бір талап қазір күшті. Қазір естуімізше мектептерде насихат жұмыс басталып кетті. Эпидемиологиялық тұрғыдан әрине біз оларға жасағандар, сіз көпшілікпен жұмыс істейсіз. Мамандығыңыз сондай. Халықпен жұмыс істейтін, өткенде бірінші топқа қосып атқанымыз да сол. Екіншіден, бірақ біз жаңағы демократиялық дейміз, или заңды мемлекетіміз бар, біздің қабылдаған заңымыз бар, денсаулық және денсаулық сақтау мекемелері туралы кодекс бар қабылдаған. Оның ана 77-ші статьясы бар, жазылып. Әрбір адам тек қана вакцина емес, барлық медициналық манипуляцияларды алуға өз еркімен барады. Тек қана вакцина. Күнделікті дәрі-дәрмектерді сол дәрігерден алып жатсыз ғой. Сіз мен айтуым керек, сіз дәрігерге қаншалықты сезесіз. Оның мына пайдасы мен зиянын салыстыруға келмейді. Вакцинаның пайдасы мен зиянын салыстыруға келмейді. Ол зияны деген жаңа айтып отқан кішкентай уақытша өтпелі нәрселер. Пайдасы сіз өмірге ораласыз. Сізге ол тірі вирус жібермейді. Ол вирустың я бір бөлшегін, я болмаса оның өлтірілген денесін ғана жіберіледі. Ол ауру сіздің денеңізде тудыруға мүмкіндігі жоқ. Оған қарсы сіздерде тек мына сол ауруды танитындай, сол ауруға қарсы күресетіндей антиденелер пайда болу үшін жүргізіледі. Бар механизм болса. Егер бір мектептің мұғалімдерінің басым бөлігі вакцина алмаса, қауіпті деген сөз ғой мектепте? Ол таратушы ауру көздері болып, енді шартты түрде ауру көздері болып олар таралады. Енді бұл жерде көрдіңіз бе, өткен хабарда да айтқанымыздай бір құқықтық бір казус қой. Мысалы, бір шетінен алған дұрыс, бірақ оны ешкімді міндеттей алмаймыз. Міндетте ол заңға қайшы. Заңға қайшы. Енді коронавирус жылда болмағаннан кейін бұған дейін де біз оның бір құқықтық, оның дүниесін таба алмай отырмыз. Енді тағы сізге бір сауал қойыңызшы. Кеше ғана алдың күні ғана ақпарат тарады, халыққа белгілі азамат, үлкен ағамыз, бүкіл қазақтың маңдайына біткен өнер қайраткері Ескендір Хасанғалиевпен ол кісінің жан-жары Дарико жеңгеміз реанимацияда деген, сондай жансақтау бөлімінде деген. Енді осыған қарап көруге болады, ең танымал деген, ең сыйлы деген адамдардың өзі, күтімі бар деген кісілердің өзі сондай қиын аурудың
алдында сондай дәрменсіз болып жатыр. Қанша Сіздерге кетті. түсіп жатқан адамдардың жалпы әлеуметтік сондай бет бейнесі қандай? Жастар ма, әлде үлкен кісілер ма? Соны айта кетсеңіз. Біздерге түсіп жатқан бұл ауру адам талғамайтын ауру. Бұл адам талғамайтын ауру біріншіден. Екіншіден, біздерде енді статистикалық тұрғыдан қараған кезде көп жағдайда түсетін жаңа семіздіктері бар адамдар. Көп жағдайда сосын созылмалы, жаңа өздеріңіз айтып жатсыздар ғой, қант диабеті, инсульт алған адамдар, жүрек қан тамырлар, жаңа инфаркт, жаңа қан қысымы жоғары адамдар, көп жағдайда түсетін адамдар міне осындай адамдар. Сосын жаңағы енді онкологиялық аурулары бар, қоса жұқтырған коронавирусты, өкпесінің жаңағы аурулары бар, қоса жұқтырады коронавирусты. Вот ауыр халде түсетін. Оларды емдеуде қиынырақ қой. Әрине емдеуде қиынырақ болады. Сосын ол адамдардың жаңа емінің ұзақтау болады. Мысалы, түскен адамдар біздерде мысалы орта есеппен мысалы 9 күнде, 10 күнде мысалы жақсарып үйіне шығаруға тырысасың. Енді жазылып шыққан біздің қуанышымыз, мақтанышымыз ғой. Не дейміз. Енді жаңағыдай қосымша науқастары бар адамдар әрине бір айлап жатады, бір жарым айлап жатады. Жансақтау бөлімінде бір айлап жатады мысалы. Ол қиналады ғой адамды. Сол қиналғандарын көрген кезде солардың балдары сол кезде түсінеді. Мына аурудан вакцина алу керек. Кейбіреулерінің жаңағы тумалары хабарласатын еді. Вакцинаны қаяқтан алуға болады. Олардың уже түсініктері Ананы көргеннен кейін көрді ауруды, түсінді. Ана өзіне сезіне білді. Енді халықтан келіп түскен видео сұрақтарға кезек берсек, бізде 4 сұрақ бар екен. Солардың біріншісін тыңдайық. Сәлеметсіздер, мен Қостанай қаласының тұрғынмын. Мен сіздерге қояр сұрағым, вакцина алған жағдайда басқа да аурулар асқынып кетпей ме? Мысалы, аллергиялық аурулар болса, олар асқынып кеткен жағдайда қалай емдеуге болады? Бақытгүл ханым, өзіңіз жауап бересіз. Әрине, вакцинаны тек дәрігердің кеңесімен, дәрігердің рұқсатымен барып қана алады ғой. Егер оның аллергиялары бар болса, оның не нәрсеге аллергиясы бар екен, сосын жаңағы вакцинаның құрамындағы нәрселерге аллергиясы бар ма, соны қарастырады, және жалпы жағдайын қарайды баланың. Дәрігерсіз олар бәрібір бара алмайды. Дәл қазір сізге болады, болмайды деп ешкім жауап та бере алмайды оған. Жұмабек мырза, сіздің алып қосарыңыз бар ма? Жаңа аллергияға байланысты да айтып едіңіз. Енді аллергия айттым ғой, жаңағы бір әсіре бір аллергия болмаса, бұрынғы алдында осының бір компоненттерін алған болмаса, басқа бір біз енді мына нәресте туатын роддомнан бастап бірінші рет кездесіп жатқан жоқпыз ғой вакцинамен. Сондайда бұрында жаңа бір гиперреакция болған адамдар болады кейбір. Анафилактический шок, жаңа анау-мынауға түсіп кетті. Сондай адамдар болса, ол адамдарға әрине жасалмайды. Енді ондай адамдар көп емес қой? Көп емес ол. Статистика бойынша. Мыңның біреуі ғана болуы мүмкін. 10 мыңның біреуі болуы мүмкін. Ол адамдар өзінің де сол дәріге, препараттарға аллергиясы бар екен. Коллективті болмаса ұжымдық иммунитетте біз не айтамыз? Осындай адамдар бәрібір де қоғамның где-то 10%-ын құрайды. Мысалға 20 миллион болатын болса, халық соның бір 2 миллион сондай алуға мүмкіндігі жоқ адамдар. Олар жаны шығып алғысы келеді, қорғанғысы келеді, өмір сүргісі келеді. Оларды біз қорғап қалу үшін біз коллективті иммунитет, аурудың таралу көзін таратпауымыз керек, жоюымыз керек, қиюымыз керек, таралу мүмкіндігі. Мутацияға ұшыруға мүмкіндік бермеуіміз керек. Сол үшін де қазір ең эффектті нәрсе. Ал маусымдық аллергия мысалы? Оларға қарамайды. Ағаш, гүл, шаң, тозаң. Ол әсер етпей ме? Оған әсер етпейді. Өзінің дәрісін қабылдап жүрген адам өзі білет ондай ауруларды. Міндеттеріне аллергологпен ақылдасуына да болады, конечно, әрине. Дәрігері айтады ғой. Ол адамдарға ол противопоказаниеге жатады. Енді мысалы қазір көктем келе жатыр, маусымда әлгі ағаштың жылдағы күнделікті ол әсер етпейді. Ол қарама қайшылыққа. Себебі аллергияның өзі екі түрлі ғой, жаңағы анафилактикалық шок дейді, сосын маусымдық. Жақсы, енді түсінікті болды. Келесі сауалды да тыңдайық онда. Мен екпені алдыңғы апта алған едім. Қазір жүкті екенімді білдім. Ол денсаулығыма әсер етпей ме? Айдарбек мырза? Вакцина жаңағы өлі вакцина ғой. Ол ондай әсері, ондай жаңағы жүктілікке, ұрыққа әсер етеді деген еш жерде дәлелденбеген.
негізі жүкті келіншектерге салуға болмайды ғой. Жүкті болса негізі бірақ ол енді кейін білген ғой. Иә, ол білмей қалды. Жалпы дәрігерлер сұрайды. Әрі қарай ол мысалы өзінің скринингтері бар ғой, өтетін. Өзінің жаңағы 3 айлығында, 6 айлығында сол өтіп, бәрін қарап, дәл қазір сөзіңізді үзуге мәжбүрмін. WhatsApp-та мынадай сұрақ келді. Келінім Спутник V вакцинасын алған болатын дейді. Одан кейін барып аяғы ауыр екенін білдік. Дәрігерлер баланы алдырып таста деп кеңес беріп жатыр. Тексереді ғой, ол сразу алдырып таста демейді, бірден алдырып таста. Ол енді баланы алдырып алдырмау енді әлі ол дәлелденбеген жоқ, оның әсері қалай болады. басқа да ауру болуы мүмкін. Әрине. Мысалы гендік басқа да. Соған сілтеме жасап айтуы да мүмкін ғой. Жаңағы бірінші жауабыңыз үлкен зияны жоқ қой. Өлі вакцина олай қатты зиян болады деп айту қиын, ол дәлелденбеген ғой. Оны енді зерттелмеген де, мысалы, жүкті әйелдерге салғанда не болады? Зерттеулер әлі сондықтан оны жаңағы өзінің акушер несімен мамандармен сұхбаттасып сөйлесіп бақылауында болу керек қой. Жаңағы кеңеске құлақ аспай дүниеге әкеле берсе бола ма? Дәрігерлерге қандай кеңес айтар едіңіз? Оның өзінің маманы айтады, өзінің маманы гинекологтар оны скринингін өтеді, қарайды, ол өзі егерде жаңағы туа пайда болған ақаулар болып жатса, өзі мысалы бірінші 3 айлығы дейді, или 6 айлығы, екінші 3 айлығында мысалы ананы баланың жаңа жүктілікті үзуге өздері кеңес береді, егер жаңағыдай. Ол бірақ дәл осы вакцинадан болды деп, оны дәлелденбейді. Ол өзінің мүмкін басқа да аурулары бар шығар, ол жаңа жүкті әйелдің. Әрине, ағзада өзгерістер жүреді вакцинадан кейін, өйткені сол вакцинаны неге алады? Өйткені ағзада сол вакцинаға қарсы антиденелер пайда болу үшін, сол антидене дегеніміз не? Ол бір биолог ағзада пайда болатын. Яғни вакцина алғаннан кейін ағзада ол биологтар пайда бола бастайды. Вот сол кезде балаға әсер етпесін деп жатқан шығар. Бірақ бақылауда болады, сол 3 айында бақылауда болып, баланың жағдайын қарайды, ананың жағдайын қарайды, сол бойынша шешеді мамандар. Жақсы. Енді тағы бір сұрақ бар екен, видео сауал, соны тыңдайық. Мен бірінші вакцинаның ресейлік түрін алдым, екінші қазақстандық түрін алсам, денсаулығыма әсер етпей ме? Бірінші компоненті ресейлікті алыпты, екінші компонентіне қазақстандықты алсам қалай болады дейді. Ол енді ана инструкциясында жазылған. Бұл және бірінші рет қойып отырған жоқ. Біз бастағанда да айтқанбыз. Немен бастадыңыз, сонымен аяқтағаныңыз дұрыс. Өйткені ол бірін-бірі екеуі екі платформада дайындалған нәрсе. Енді араластыруға болмайды. Ресейдікін алдыңыз ба? Ресейдікін екінші салу керек болды. Онда келесі соңғы сауалға кезек берейік. Сәлеметсіздер ме? Мен Нұрсұлтан қаласының тұрғынымын, 10 айлық сәбиім бар. Вакцина алсам балаға әсері бола ма? Және кішкентай балаларға вакцина алуға бола ма? Жаңа енді айтылды ғой, жас балаларға үзілді кесілді. 18 жасқа зерттелмегеніне ешкім оның последствиясына жауап бере алмайды, сондықтан болмайды. Егер мына емізулі болатын болса, жаңа айтып, бұл контингентті егілетіндердің қатарына жатпайды. Баланы емізуді аяқтаған болса, онда мүмкін. Жұмабек мырза, енді дүйсенбі күні вакцина салына бастайды, қазақстандық вакцина. Кімдерден бастайды, қай жерлерде барып алуға болады, тұрғындарға ақпарат бере кетсеңіз? Енді мына біздің Астанада қазір енді жалпы мына 14 поликлиника бар ғой, емхана дейміз. Соның жанында бар. Өзіңнің ана үлкен ойын-сауық орталықтарында да салып жатыр. Жоқ, енді жалпы біз әуелі күнделікті алып жүрген күндерге өзіміздің білетін, енді жалпы осы қалада тұрып жатқан халық өзінің емханасына тіркеледі бізде. Сол кезде білесіз. Сол емханалардан жазыла алады. ЕГО арқылы тіркеледі да, сізді ол шақырады. Сол арқылы келеді. Әлі ондай мүмкіндік болмайды. Я болмаса қалада келген тіркелмей жүрген азаматтарда біздерде мыңдап бар. Сондықтан да осы нөпірді, очередті болдыртпау үшін қазір үлкен сауда орындарында білесіздер, мынау керуенде бастады. Оның алдында ана Селкой сауда орталығында жастады. Енді тағы да Ханшатырда қосылып жатыр. Сондай 4-5-қа дейін бүкіл хабарламаларды жүр. Сол орталықтарға барып, оларға мысалы тек қана жеке куәлігінің ғана болуы документтің. Содан кейін өзі соларды тірі кезекке тұрып, дәрігерлердің қарауында өтіп, өзінің жаңағы режим бар ғой енді. Өйткені бұл
жасаған уақытта бір-біріне қашық болу керек. Бес адам, бір алғаш жасаған 5 адам ғана өтеді. Одан кейін жарты сағат дәрігердің байқауында болады. Осы сияқты процедуралар бар. Өзіміз қойдырдық, оның бәрін білеміз. Тағы бір сауал. Бұл барлық жаппай адамға жасалады. Мұнда өйткені біз арнайы бірінші кездесетін дәрігерлер, болмаса мұғалімдер, күшті құрылымдар деген сияқты бәріне өттік. Қатары сиреген шығар. Енді 80-85% жоспарлаған ол дәрігерлердің алып болды. Ол дәрігерлермен мұғалім жоспарланған бірінші кезектегі. Қазір енді жаппай. Енді мынадай сауал, менің келесі аптада вакцина алатын кезегім келеді екен. Соған орай мынандай сауал, мен Казвакты алсам, әлде Ресейдікін алсам ба дейді. Таңдауға бола ма дейді. Әрине. Мысалы барып, сол емханасына маған Казвакты салып беріңіз десе. Екеуінің де егер сонда жаңағы болса, дәрігердің қоймасында дейміз ғой, несінде. Жанында болса? Жанында болса, өзінің таңдауға құқығы. Ал егер кез келген адам, мысалы мен Казвакты салдырам десе, Ресейдікі дайын тұр, осы Ресейдікі салып ал десе, жоқ, мен Казвакты салам, бір 3-4 күн күтем, Казвак келсін десе бола ма? Жақсы, бірақ енді мүмкіндікпенен жаңағы хотелка екеуі сәйкес келмей тұр ғой, бар болған 50 мың ғой енді. Әзірше. Әзірше 50 мың жеткенше жасайды, бірақ енді алдағы айтып отыр, енді мұна сол ғылыми орталықтың 500 мыңға дейін айына мүмкіндігі бар үлкейтуге деп. Оның ержағында енді кеше вице-премьердің айтып жатыр, Түркияда жаңағы Қарағанды сияқты кешен бар, соларды разливать ететін орталық көбейте алатын мүмкіндіктер бар. Олар көмек көрсетеді. Патогендік группамен жұмыстай алатын. Сол арқылы біздер көбейтіп Қазақстанға келтіру мүмкіндіктерін жасауы мүмкін. Қазақстандық вакцинаны аламын деушілерге. Енді сондай мүмкіндіктер бар. Бірақ енді біздің қалай оны ананы айтып қайсысы бар, соны салдырған дұрыс дейсіз ғой. Қазір мен айтырмын, бір вакцинадан бір вакцинаның артықшылығы жоқ. Барлығы да өзінің тексеру этаптарынан өткен, үш этаптан өзінің нәтижелері бар. Біз мысалға Россияның қаңтардан бастап жасап отыр, бізде соларды қазір қарап отыр. Қандай қарама-қайшылықтар болды, қандай последствия болды, қандай жаңағы оның вакцинадан реакциялар болды. Оның бәрі жіті бақылауда. Тек қана Россияның емес, ол вакцинаны алып жасап отқан мысалға 20-50 мемлекетке дейін мына Спутник В-ны вакцинасының алу кезегінде тұр. Осы елдердің бәрінің жіті бақылауында ол. Мұғалімнен мынандай бір сұрақ келіпті. Егер вакцина салдырмасақ, күзде мектепке кіргізбеу мүмкін бе дейді. Ондай тапсырма жоқ. Әзірге. Ондай бір құқықтық шектеу, ондай бір әзірге емес, ол болмайды да, бірақ өзіңіздің деніңіздің саулығын мен жаңағыда айтып отырмын. Мына вакцинаның последствиясы жаңағы зияны ауырған зиянның 10-нан 1-не де тұрмайды. Түсініңіз бе? Ауырып бір күн 2 күн температурамыз көтерілді. Оның жаңа әрмен қарай бұл вакциналарды талай алып жүрік. Ауырғандардан, сіз ауырып тұрған адамдардан сұраңыз. Сол уақытта осы күні 100% жазылып кеткендері бар ма екен? Оның зияны шегіп отыр әлі. Ата-аналар қарсы болу керек, мүмкін ғой. Мен мұғаліммін. Дұрыс айтасыз. Ана балалар отыр, анау вакцинасы жоқ. Естиді ғой. Анадан бірдеңе жұқтыруы мүмкін деп, олар айтуы мүмкін. Ата-аналардың өздері. Енді ол кезде директорге өте қиын болады. Әрине. Жаса десе, анау айқай шығарады. Жасамайды. Қазір уже болып жатыр. Жұмыстан маған звондайды. Бізді осылай жасайын деп жатыр. Мен қарсымын. Мені зорлайма деп. Түсіндіріп айтам. Сосын түсіндіріп, түгім қалмай барлығын айтып берем, жаңа осындағы айтылған сөз. Бірақ насихатшылар көп. Негізінде кері насихатшылар ма? Иә. Мысалы, сіздерден телевидениедан өткенде отырып алып тұрып, бір үлкен адамға айттым, саған ораза кезінде ораза ұстауға болмайды, себебі енді ораза жарайды, вакцинаға келікше. Соны түсіндіріп айтып атсам, жаңа кемпір келіп айтады, ана телевизорда басқаша айтып атыр деп сонда. Сондықтан мамандар шақырылып, осылай тоқ көтерін түсіндіріп айтып, сосын жаңағыдай кривотолк дейді ғой, неше түрлі адамдар, соларды кәдімгі алдарына қойып беретін. Енді бұл ақпараттың жетіспеушілігі біріншіден, екіншіден енді аурудың өзінен қорқу, үшіншіден бүкіл дүние жүзіндегі ақпаратты, мысалы біздің халқымыздың онша
қарап қызығып көре бермеуінен шығар. Бұны енді біз орнын толтыруымыз керек, сол үшін де жиналып отырмыз. Енді хабарымыздың аяқталуына 1,5 минут қана қалған екен. Енді Жұмабек мырза, сіздің пікіріңізбен қорытындыласақ, себебі басты спикер ретінде бүгін өзіңіз келіп отырсыз. Жаңағы вакцинаның болуы мүмкін аздаған зияны, аурудың зиянынан 10 есе 20 есесінен де аз деп айттыңыз. Сол пікіріңізден ары қарай жалғастырып әкетсеңіз. Сіз не дейсіз? Мен сол айтым, мынау біз вакцина жасаған елдерді қарап отырсаңыз да болады. Пример есебінде. Ол мемлекеттерді, қазір алдығы жасаған мемлекеттерді қазір маскасыз күнделікті өмірлеріне көшіп жатыр. Израиль. Израиль. Мынау Еуропада да кейбір кедергілерді алып тастап жатыр. Вакцина жасау мүмкіндік. Мысалы, ең дамыған, ең алдыңғы елдердің бәрі мына 60-70% жасамайынша олар тоқтамайды. Және күнделікті өміріндегі бірінші кезекке қойған мақсат елдік. Жақсы. Елдің. Осы елдерден қалмайық. Түсінігімізді көбейтейік, түсіндіру жұмыстарын біз әрине жүргізе беруге тиіс. Ең қуатты, ең сауатты мемлекеттер вакцинаға толық сеніммен қарап отыр. Осы оймен бүгінгі бағдарламамызды аяқтаймыз. Ауырмаңыздар, аман сау болайық.